Қалай біздің елімізде миллион теңге табуға болады? Подкаст түсіретін балдар бар, мысалы миллион тауып жүрген. Жалпы елде миллион теңге табу деген Қазақстанда адамдардың миы сенбей ме или қиын ба деген сияқты. Меніңше біріншісі мақсат болу керек секілді. Егер адам бір салада кемі 3 жыл қызмет ететін болса, базовый маркетинг түсінетін болса, миллион теңге табу Қазақстанда жалпы қиын емес. 60 секундтық видеодан 150 теңге жасайды. Мысалы сондай 6 видео жасаса уже 900 теңге. WhatsApp рассылка 500 теңге тұрады. 2 адам қосуға сатсам миллион теңге. Сату ше, сату навыгын дамыту керек емес пе? Сатусыз өмір қараңғы. Ассалаумағалейкум, құрметті Тайыр Нұғман YouTube арнамның көрермендері. Бұл біздің менің ойымша бағдарламасы. Осы жақта біз бүгін бір қызық тақырып бөліскім келіп тұр. Арслан мырза, білесіз бе бүгін? Иә. Қандай тақырып болатын? Қазақстанда қалай 1 миллион теңге табуға бола ма? Солай ойлайсыз ба? Иә. Бүгін бізде қонақта Арслан Тойлыбай, маркетолог. Осы кісімен қазір ой бөліскіміз келіп отыр. Қалай біздің елімізде миллион теңге табуға болады? Бұл сұрақ бекерден келген жоқ. Кеше осы талқылап отырдық та, бір жақын кісі Бангладешке жұмыс істеуге кетіп бара жатыр деді. Біздің әңгіме шықты, неге елде қалмайды деген сияқты. Айтады, о жақта миллион теңге төлейді ғой дейді. Сосын мен сұрадым, жалпы елде миллион теңге табу деген Қазақстанда адамдардың миы сенбей ме или қиын ба деген сияқты сұрақ болып кетті да. Осыны как раз бүгін бір талқылайықшы дедім. Мен енді ойлаймын, біздің де YouTube каналымыздың көрермендеріне қызық болатын шығар. Иә, сіздерге қызық па? Қызық болса дәл қазір жаза кетіңіздерші. Иә, қызық немесе қызық емес деп. Миллион теңге табуға болатын салалар. Осы жайлы сөйлестік. Иә, вот. Және миллион теңге табу үшін адамға не керек? Ойыңыз. Күшті. Миллион теңге табуға болатын салалар именно маман ретінде ма? Білмеймін, не ретінде табуға болады? Көп қой жерде. Видеограф болуға болады, видео түсіруге болады. Мен осы инфобизнес саласымен жүргеннен кейін мен маркетинг және продюсерствода мысалға SMM 3 проект алса мысалға табуына болады да, сондай нәрсе. Блогер бір бауырларым бар, подкаст түсіретін балдар бар, мысалға миллион тауып жүрген. Мысалы бір видеоны там 100 мың, 120 мың сондайға түсіп деген секілді. Одан бөлек продюсерлер не ретінде табуға болады, мысалға бір жобаның аясында жобаны жетекшілікке алып сол бойынша табуға болады деген секілді. В принципе, енді ол андай секілді, меніңше психологический секілді более сұрақ адамдарға. Типа миллион табу қиын деген бір тұжырымның артынан сол жәнегі әрбір қанша ақша тапқың келсе де, қанша үлкен табысқа шыққың келсе де, соның артынан бір жауапкершілігі болады ғой. Соның аясында туындайтын секілді адамдарда ше. Миллион таба алмай жүреді, қиын деп ойлауы, ол сол миллионның жауапкершілігін ала алмады деген сөз. Деген. Қалай алу керек енді? Меніңше біріншісі мақсат болу керек секілді. Мен мысалға миллион табуда емес мақсатты. Мақсат мысалға 3 айда қандай жоспар құрасың, сол кезде сен сол құрған жоспарыңа сай табысың да өсетін секілді. Менің ойым бұл. Андай адамдар миллион табам, 10 миллион табам, 5 миллион табам деп қояды да, бірақ ол тауып көрмегеннің кесірінен андай болады да оларда. Ол жандырмайды ғой, үшін зажигать етпейді да адамды. Ал мақсат болса, мысалға 3 айда, 6 айда осындай нәрсеге жеткім келеді. Там мысалға 1 жылдың ішінде осындай көлік алам, или осындай деп соның суммарына бір несі болып, и ол зажигать етсе, ол өзінің қалаған табысын табылады деп ойлаймын. Мен, сіз не деп ойлайсыз? Мен білмеген соң екеуміз де бөлсек те. Білмеген соң сізді шақырып отырмын ғой. Әркім өзінің ойын. Жоқ, мысалы қазір елімізде біз енді мысалы мен миллион теңге табу деген нәрседе мемлекеттік қызметкерлерден басқа адамдарға айтып отырмын негізі. Мен осыны дұрыс түсіну керек деп ойлаймын. Ол мемлекеттік қызметкер дегеннің оның өзінің бір статусы бар. Ол милиция, КМБ, білмеймін, врач, бір мемлекеттік органда жұмыс істейтін адам болатын болса, ол сол таңдау. Ал енді біз не істейміз дейтін болса, енді мен ол кісілерге ақыл айта алмаймын біріншіден. Не үшін? Өйткені әр адамның өзінің таңдау өмірі. Бір адам егер дәл қазір таңда алқаш болып жүрген болса, ол да оны таңдау. Мысалы тіпті Америкада айтады ғой, даладағы бомж дейміз ғой біз енді. Бомж десе, мысалы бізде қандай көзқарас бар? Жиіркенішті,
лас лас жан ашу деген сияқты оларда жоқ. Мгм. Оларда бомжға құрметпен қараймыз. Мгм. Ол оның таңдауы дейді да. Мгм. Түсіндіңіз ғой? Сол өмір оның таңдауы дейді. Бұл біз оған құрметпен қарауымыз керек. Біз оған жанымызды ашып, біз оған басқа нәрсе істеу қажет емес дейді. Мгм. Сол сияқты мен ойлаймын, мемлекеттік қызметкерлерге миллион теңгеге қатысты айтып жатқаным ғой, ол. Мгм. Ал мемлекеттік емес қызметкерлерді мен ойлаймын кез келген егер адам бір салада кемі 3 жыл артық қызмет ететін болса, базовый маркетинг түсінетін болса, Мгм. миллион теңге табу Қазақстанда жалпы қиын емес. Иә. Иә. Ол мобилогр жаңа айтып жатқан. Ол продажник бола ма, ол SMM-шік бола ма. Қазір енді искусственный интеллект дамып жатыр ғой мысалы. Мен алдында бір жобама бір искусственный интеллектпен видео жасаттым. Бір видео. 60 секундтық видеоны 150 теңге жасадым. Бір ғана видео. Искусственный интеллектпен 90 жылдардан бері болған кәсіптің өзгерісіне қатысты бір видео жасау керек болды. Мысалға сондай 6 видео жасаса уже 900 теңге да. Заман талабына сай істеуге болады деп жатырмын да. Иә, одан бөлек мысалға қазір таңда WhatsApp рассылка. Бізде услуга ретінде мысалы 500 мың теңге тұрады. 2 адам услуга сатсаң миллион теңге. Ол да бір қатты не емес, бірақ миллион теңге табуға көмектеседі. Продажник енді көп сала, мысалы тіпті ладно, онда және бір маркетинг аясындағы салаларды алып тастағанда мысалға айтайық. Банчик болып миллион теңге табуға. Иә. Массажист болып миллион теңге табуға болады. Массажист болып тауып жүрген бір қыздарды жаңағы бізде бізбен істеген жұмыс жасаған ше. Кәсіпкерлер ше. Хиджама. Иә, мысалға Сапар мырза. Былай істесек қайтеді, сол миллионды жіліктеп ше мысалға. Мысалға хиджамаға, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мысалы Сапар мырза бізде болды ғой бұрында. Сол кісілерге миллион теңге табудың, сол ана басқа бізді көріп отқан адамдар түсінетіндей ше. Деп. Көбінесе сол миллионды табуда олар бөлшектемейді ғой, декомпозиция. Сіз айтасыз ғой, тренингтарда айтасыз ғой постоянно. Пілді бөлшектеп же деген ше. Сол секілді сол 1 миллионды соларға бөлшектеп берейікші адамдар. Мысалға жәнегі массажбен айналысады. Ол қалай миллион табу керек? Қанша теңге массаж? 15 мың болсын. 20 мың. 15-20 мың теңге массаж. Неше күн мысалға айтайық? Бір айда қанша күн бар? 30 күн. 30 күн бойы массаж жасайсың ба? 30 емес, демалатын шығар енді. 2 күн демалады. 2 күн демалатын болса 22 жұмыс күні. 22 жұмыс. Бір күн демалатын болса 26 жұмыс күні. Осыған қатысты. Енді бізде мысалы осы жерде бір қарапайым сұрақ туады. 1 миллион теңге шығын, қанша теңге шығын болуы мүмкін? Ол қайда қарсы алады? Күтіп алады. Өзінің салоны бар. Салон? 100 мың, 200 мың? 150 мың теңге аренда төлейді. 1 миллион 150 мың бізге бір айда табу керек. Бізде қанша күн? 6 күн жұмыс істейді ме, 5 күн ба? 5 күн істейсің, да. Точно ма? 6 күн істейді. 5 күн жұмыс істейді. В основном 6 күн істейді. 5 күн жұмыс істейтін қазақтар аз Қазақстанда. Аз, иә. 26. Вот күніне 44.230 теңге табу керек. Бөлеміз 15 мыңға. 2-де 94. Болды. 2-де бұл 3 клиент, иә. 3 клиент. Күнделікті мақсат бұл қандай? 3 клиент заңдылығы деген нәрсе бар. Түсіндің ба? Бұл кісінің мақсаты таңнан кешке 3 клиент. Енді осы жерде сұрау керек. Мен 3 клиентті қайдан табамын? Сарафанка, таныстарыма чатқа жазып шығам ба? Инстаграмға сторис қылып салам ба? Рилс салам ба? Таргет жіберем ба? Не бар? WhatsApp статусыма салам ба деген сияқты воронкалардың тізімін жазу керек. Осы қайсы воронка атып бастайды, бағана 3 деген цифрға келесін. Енді осы жерде көп жағдайда адамдар айтады. Енді мен мына көп әрекет жасағаннан кейін әрине мен нәтижені алдым. Бұл қайталай бер болды осы көп әрекет. Бірақ адамдарда бір әрекетті қайталау ол қандай? Болды ғой, елдің бәрі көріп қойды ғой, елдің бәрі естіп қойды ғой, елдің бәрі алып қойды ғой, елдің бәрі біліп қойды ғой, дей береді. Түсіндіңіз ба? Бірақ мысалға сіз рассылка жіберіп жатқанда немесе айтып жатқанда қазір адамдардың бәрі фокусы сіздің айтып жатқан әңгіменің аясында немесе сіздің массаждың аясында жүрген жоқ. Дұрыс па? Тура сол сияқты әркімнің басында бір өзінің проблемасы бар. Біздің мақсат тұрақтылық, қайталай беру бітті. Тура осы сияқты декомпозиция жасап алу керек. Мысалға миллион деген сума ауыр болуы мүмкін, бірақ 3 адамды 40 мың теңгеге шақыру деген. 40 мың теңгеге шақыру деген қымбат емес та. Адам ми сенеді да. Ми сенеді, иә. И то ол мысалға 1 миллион теңге тапқан кезде мынандай нәрселер де болуы мүмкін ғой. Бір адамға 6 рет комбо сатуға болады. Иә. Бір айлық типа. Бір айлық. 10 күндік сатуға болады. Сонда
егер бір адамға мысалға 6 рет сататын болсақ 90 мың теңге. Сонда сіз миллион теңге табу үшін миллион 150 мың 10 адамға сатсаңыз уже 12 адам болып қалды да. Бір айдағысы. 12 адамға. Сонда 2 күнде бір сондай адам келу керек. Бірақ оған біз ми сенбейді. Қайда адамдарда ақша жоқ. Зарплата алмады, пенсия түспеді. Нарықта кризис. 90 мың теңге кім массажға барады? 90 мың теңге пособияның бағасы қанша? Адамдар өздерінің басындағы сценариймен өздерінің көрген тәжірибесі, арттағы айтамын, бэкграунд, ол әке шешесінің айтқан әңгімесі, өзінің қоршаған ортасындағы адамдардың әңгімесінен отсылка алады да. Соған сай шешім қабылдайды. Мысалға, қалай айтамыз? Мына шөп айтарлық 10 мың теңге тұрады. Бірақ сіздің өміріңізде ең қымбат ауылыңыздағы шөп 2 мың теңге болатын болса, сен мына шөпті 10 мың теңге деген баға бере алмайсың. Өйткені сен 2 мың теңгеге алған розаның бойы 1,5 болуы мүмкін да. Мынандай шөп қалай ол 2 мың теңге болды? Сен миың сенбейді оған. Түсіндіңіз ғой? Тура сол сияқты адамдардың бағанағы миллион теңге деп жатқанда насмотренность шығар, иә ол. Енді біздің көп түрді айтуға болады, психологтар насмотренность тағы бір нәрсе дейді. Миды сендіру, мысалға, мен сол үшін бір нәрсе айтқым келеді. Мүмкіндік болып жатса енді, бұл енді көп жағдайда қаракөз қыздарымызға айтып жатқан нәрсе, мен кешегі айтып жатқанда таныс қызым шетелге барып миллион теңге табу жұмыс істегенше осы елімізде бір саланың маманы болу. Ана жаққа барып ол точно сен керемет жұмыс жасамайсың, қара жұмыс жасайсың. Мысалға Америкадағы таныс балалар айтады, тәке дейді, Қазақстандағы негізі біз еркеміз ғой дейді. Қазақстанда 24 сағат уақыттың, біз 8 сағатын жұмыс істейміз. Ана жақта біз 16 сағатын жұмыс істейміз. Америкада. Әйтпесе біз шығындарымыз жабылмаймыз дейді. Тамағымыз, жататын жеріміз, басқа нәрселер, арендалар, таксалар деген сияқты. Сондықтан егер сен Қазақстанда да 16 сағат жұмыс істейтін болсаң бар ғой, ойбай миллион теңге емес 2 миллион теңге тауып кетуі мүмкін. Бізде өз адамдар біріншіден кешігеді, 50 кофе қарыз болу үшін. Дұрыс қой, бір жерге бару үшін. Екіншіден кешік келгеннен бұрын ерте қайтқысы келіп отырады ғой. Уже жұмыс бітпей жатып, уже адамдардың түрінде тұрады, бүйтіп сумкасын жинап, приколдар бар ғой, ноутбук алдыға 1 минут қалды енді бас тыр деп қашып кететін. Сол сияқты да адамдардың ниеті. Ал бірақ олар Америкаға барған кезде уже мына жақта еркелей алмайды ғой. Мен айтамын, не бізге кедергі Қазақстанда еркелемей жұмыс істеуге? Не кедергі? Бізге обязательно бір нәрсе, бір соғыс болу керек, артымызға бірдеме тақалып тұру керек, қиналуымыз керек, күйзелуіміз керек, или далада жүруіміз керек, тентіреп жүруіміз керек пе деймін де. Бұл жерде енді бір екінші саясат бар. Мысалға, мен енді өзім білмеймін. Анау қазақтың сөзі бар ғой, өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген. Бекер айтылмаған. Сұлтан би бар. Мысалға, басқа елге бір білім қуып, жаңа бір технология қуып кетуге болады. Бірақ енді елің ол еліңде. 3 жылға, 1 жылға, 2 жылға, мысалы бір үлкен жаңалық алып келуге, өзгеріс алып келуге мысалы баруға болады да. Өзің дамыт кеп, бірақ елге қолдан дейсің. Сол сияқты. Ал енді бұл таза қара жұмыс жасау үшін шетелге бару деген стратегия, мысалы мен енді өз басым қарсымын. Тура соны Қазақстанда жасауға болады. Тура солай жұмыс істейтін болсаң, қазір біз қара жұмыс жасап, мысалы бірінші айтайын, қазір қоғамда ең үлкен табылмайтын мамандықтардың бірі продажник. Осы продажник табу қиын. Қазір уже окладтың өзін жақсы береді адамдар, пайыздың өзін жақсы береді. Тура сол сияқты қазір уже біздің еліміздің өзінде қара жұмыс жасайтын адамдар қымбаттап жатыр. Ол бола береді деп ойлаймын. Ал енді сізге тағы бір сұрақ. Мысалға қараңыз, сіз енді сол миллионның аясында сөйлесіп отырдық қой. Сол адамға, және бізді көріп отқан адамға миллион теңге табу үшін қандай навыктар керек? Соны айтыңызшы. Мысалға, және сіз айтып отырсыз, сату, продажниктер тапшы деп ше, мысалға миллион таба алады деп. Осы адамдарға қандай навык керек? Мысалы, жәнегі массажист болсын, или там бір саланың маманы көріп отыр дейік, бірақ ол миллион таппайды, 300 мың табады. Миллион тапқысы келеді, бірақ білмейді. Қандай навыктар керек екен? Не істеу керек деген секілді. Мысалға, бірінші кезекте кешегі анау вовлеченность деген қалай? Махаббат. Ниет. Ниет болу керек. Біз және андай ғой, адамдардың ақшасын алғаннан кейін әйтеуір тәп-ляп істей саламыз.
кез келген жерге барсаң, иә. Енді бір жаман сөз бар, айта алмай отырмын. Мысалға, бір өзі онша емес асханаларға барсаң, ана жерде бір ыдысы кіргір, қызмет етіп жатқан адамдар недовольный, тамақтары дәмсіз болады. Немесе кейде бір мынандай бір жер болады да, мысалы бір шағын ғана жер, бірақ махаббаты бар да. Мысалы біз осы жақында бардық, шығысқа бардық. Шығысқа барған жерде, ана жерде бір тамақтардың өзінен бір махаббат көрінеді. Түсінесіз ғой? Құрмет бар, өздерінің жасап жатқан жұмысына, өздерінің істеп жатқан нәрсесіне. Сол сияқты бірінші нәрсе бұл өзіңе құрметтен басталады деп ойлаймын. Адам өзін құрметтемеген адам өзгені құрметтей алмайды. Түсінесіз ғой? Өзіне махаббаты жоқ адамның өзгеге махаббат болмайды. Бұл осы жерде біз үнемі айтамыз ғой, бір саладан мықты маман болу, махаббат жіберу. Сен өзгеге махаббат беру үшін өзіңде махаббат болу керек. Өзің жақсы көру керек. Осы. Енді екінші нәрсе, сен басқа адамдардан немен артықсың? Плюстарың қандай дейсің? Адам адамнан мінезімен ғана көркемді. Басқа түрімен, жасымен, ақылымен емес. Енді осы жерде Алихан да айтады, сен ортаға сыю үшін ақылды болу емес, мінезді болу керек дейді. Мінезбен сиясың. Үшінші нәрсе, бұл енді бағанағы бір саланың эксперті болу. Зерттену. Давай көрейін, мен мысалы массажист болатын болсаң, иә, мысалы мен Асқар деген ағайым бар. Миопрессура деген массаждың түрі. Мысалға мен енді көп массаж аламын ғой енді. Қанша массаждардың түрлерінде қараймын. Мысалы сол кездегі бірінші нәрсе, бізде өтірік массажистің, енді мен өзім ойлаймын да, қолында бір биоток энергия болу керек. Ал массажды жасап жатқан адам өзі соны жек көріп жасап жатқан болса, ол болмайды. Қара энергия болған ғой. Иә, ол энергия болмайды уже, ше, ол андай хамалдың жоғынан, әйтеуір кете алмай жүргеннен, не от души жасап жатқан. Вот осы вовлеченность, ниет па бұн? Ниет, махаббат, істеп жатқан жұмысыңды не үшін? Ал біз өкінішке орай көп адамдар кәсіп жасап жүргендерді уақытша істеп жүрмін деп ойлайды ғой. Уақытша қазір осы базарда істеп жүрмін, уақытша мына точканы істеп, уақытша мына істеп, уақытша мына маман. Кішкене ат кетейін, басқасына кетіп қаламын деп. Қазір мен осыдан ақша тауып байып алайын, сосын өзім арманымдағы немесе өзіме ұнайтын саламен айналысамын дейді. Иллюзия. Алдау ғой. Алдау. Сен қазір сол өзің немқұрайлы осы саламен айналысып жүріп, бұл әдет болып кетеді. Ал біз әдет адамдар өзі 90-95% әдеттен тұрамыз. Хорошо, бұл саладан атып кеттің, ақша таптың дегенде басқа салаға барғанда да осы жердегі жасаған қателіктердің бәрін ана жерде жасап жүрсің. Түсінесіз ғой? Өйткені ол саған әдет болып кіріп қалды. Осы нәрсе. Сондықтан дұрыс әдеттер қалыптастыру. В общем, миллион табу үшін не іспен айналыссаң да бірінші махаббат қосуың керек. Енді ол қазір махаббат деген бар ғой, бір адамдарға банально естілуі мүмкін. Қуасың ба деп. Қалай ол махаббат деген сияқты ше? Жоқ, енді от души істеу ғой. Кеше бір история айтпайыншы. Абай бол деген фильмге бардық қой. Сол жерде Абайдың қанша қара сөзі бар деп сұрақ қойды. Абайдың қанша қара сөзі бар екенін білесіздер ме? Қанша? Бәріңіз біз тақтырыз. Қанша? Сіз 45. Білмейді де көп адам. Мен де сөйтіп қателестім ғой, короче, сұрағым келген. 32 дедім, 31 дедім, 40, білмеймін, ойым шашыран қойып қалды. Көп сұрақ қойып отыр да, 45 дедім. Сосын өзім сәл кішкене ыңғайсызданып айттым, 10 қазақтың 9-ы білмейді бұны. Бізде тағы, ойбай, анау, сен білмейсің бе не деп айтуы мүмкін. 10 қазақтың 9-ы Абай жолын оқымаған. Дұрыс па? Абайдың туған жылын білмейді. Абайдың қай жерде туғанын білмейді. Абайдың туған жеріне барып көрмеген. Басына зиярат етіп көрмеген де. Бірақ біз андай ақылды бола береміз. Қалай білмейсің деп. Мен Абай жолын 2 рет оқығам. Абайдың қара сөздерін оқығам. Абайдың қара деген спектакліне барғам, зерттеп осы тобыр мәселесінде. Бірақ енді адам болып қателесу мүмкін де. Түсіндіңіз ғой? Бірақ біз андай көрінгіміз келіп тұрады ғой ақылды болуға. Басқалардан гөрі мен ақылдырақпын деген сияқты, басқалардан гөрі мен мықтырақпын деген сияқты. Осы нәрседен кету керек деп ойлаймын. Шынайы бол. Өз салаңды жақсы көрші, зерттен, білім ал. Қателессең проблем жоқ. Қателесуге рұқсат бер өзіңе. Біз робот емес, біз чат GPT емеспіз ғой, қателіксіз Алиса емессің де, қателіксіз жауап беретін любой нәрсе. Қателесу адамдарға тән.
сонысымен адам дейсіз ғой. Күшті. Сату навыгын дамыту керек емес пе оған? Самса сатусыз өмір қараңғы. Ол сол үшін. Сол туралы бөліспей Қанша жоқ, ол сен қанша жерде мықты бол. Мен всегда айтамын ғой, сата алмаймын деген адамдардың екі типі болады. Не тәкаппарлығы жоғары адам, не эго ғой енді бұл тәкаппарлық, не самооценкасы төмен адамдар. Түсіндің ғой? Енді бағана бір мамандар мықты маман болып тұрып, егер ол сата алмай жатса, ол осы екеуінің біреу. Ол өзінде мықтымын деп жүріп, өзінде тәкаппарлығын оятып алған да. Сонда ол тәкаппарлық деген клиентке үстінен қараймын ба, қалай ол? Өзі келсін маған клиент. Мен клиентке барам ба не? Мықты, мен Тайыр Нұғман такой великиймін да, маған клиентке баруым керек. Жоқ, бармаймын. Маған позор ғой. Мен бар клиентке ұсынсам, ол өлім маған. Қанша жылдан бері осы не үшін оқыдым мен, егер өзі барып еще оны мен қазір әлеуметтік желіге салым керек, сторис салым керек, рилс салым керек, ютубқа шығарым керек, таргетке жіберім керек деген ой да. Немесе әлі де мен лайықты емеспін деп ойлап бір адамдар өмірін өткету. 15 жыл, 20 жыл бір салада жүреді, мен лайықты емеспін, әлі үйренуім керек маған. Әлі білмеймін деп. Әлі үйренуім керек дей береді да. Бірақ ана жерде 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл болып сәл үйреніп алған адамдар ана кісіден 10 есе көп ақша табу. Просто ол сатуды үйренді, әлеуметтік желіні үйренді. Ал енді мына кісінің самооценкасы төмен болған соң өзіне іштей жей береді. Мен әлі лайық емес, мен әлі андай емес, мен мындай емес, сөйтіп жүріп қалады бетті. Қашан лайық боласың да? Түсіндіңіз ғой? Осы екі нәрсе өте маңызды деп ойлаймын. Сіз осы сатуға қатысты бір чаттарыңызды ашып жатырмын деп едіңіз ғой. Сол туралы бөлісе аласыз ба? Иә, біздің YouTube каналға проблема жоқ. Біз бір бот қоя алмаймыз, өкінішке орай. Төменге ссылка қойып қойсақ болады осы YouTube-тың астына. Немесе Instagram-ға кіріп, маған қанша деп жазу керек? 10. Точно ма? 13 емес пе? 13. Маған YouTube-қа, Instagram-ға кіріп, дайректіма немесе кез келген жерге 13 деп жазсаңыздар, мен өзім айтпақшы өзім чат жасап қойдым дейсіздер. Өте көп кәсіпкерлер бар. Қазір таңда мен сізге айтайын. Бұл чатта менде мақтанамын мен. 220 адам бар. 220 адам бар екен. Пока тегін тіркеліп алсаңыз, мен өзім отырам, өзім жауап беремін чатта. WhatsApp чат, не чат деп жатсаңыздар, бірақ ол үшін Instagram-ға кіріп 13 деп жазсаңыздар, осы чатқа сіздерді тегін асықпай бір-бірдеп қосып шығамыз. 13 деп жазыңыздар. Күшті теге. Маған өтіп жатыр бүгінгі тақырып. Адамдарға да пайдалы болып жатыр деген ойдамын. Енді мынандай нәрсе ғой. Бүгін уже оразан басталып кетті. Сол оразаға қатысты бір пайдалы тілектеріңізді айтып аяқтаймыз ба? Бұл ораза деген мұсылмандардың өміріндегі жалпы бір керемет ай ғой. Бұл мен енді бүйтіп ойлаймын, ораза сынақ ай, ораза сабырлы сынайтын ай, ораза нәпсіні сынайтын ай, ораза ашқарақтығыңды сынайтын ай, ораза шыдамдылығыңды, төзімділігіңді сынайтын ай. Одан кейін ораза тұрақтылығыңды сынайтын ай. Үзіп кеттің келеді. Мүмкін мысалы басым ауыртпаған, ойладым, денсаулығым жарамайды ау деп қоямын ғой өзім. Мен денсаулығым келмейтін сияқты, су ішіп жіберсем бе екен деген сияқты. Сондай нәрселердің бәрі сыналатын ай. Осы кезде мен айтамын, адам 3 кезде өз-өзін ұстай алмайды. Біріншісі қарны ашқанда, ұйқысы қанбағанда, ақшасы біткенде. Осы екі нәрсе осы Рамазанда келіп қалуы мүмкін. Сол үшін біз абайлауымыз керек. Артық сөйлеп қоюдан, ұрсып қоюдан, сонша осы ай бойы жинаған мүмкіндік сауаптарымызды сар еткізіп төгіп алмауымыз керек та. Бір адамның көңілін ренжітіп. Өйткені білесіздер, бір адамның көңілі бір адамға тиген зияның сен бүкіл адамзатқа тиген зияныңмен бірдей болып қалуы мүмкін да. Немесе бұл жер бетінде Алла тағаланың әулие адамдары болуы мүмкін, өздері де білмейді. Оларды ренжітіп қойсаң, ол қиын болып қалады. Сол үшін Рамазан... Кинода да сондай болды ғой мысалы. Кешірім сұрады. Рамазан мүмкіндіктер ай. Мүмкіндігінше кешірім сұрауымыз керек.
осы ютубтағы оқырмандарымнан, қасымыздағы жүрген бауырларымыздан, ата анамыздан, достарымыздан кімді ренжітсек мүмкіндігінше рамазанда кешірім сұрап отыр. Рамазан мүмкіндігінше күнде садақа беретін ай. Күнде садақа беру керек деп ойлаймын. Егер кімде кім рамазанда байып кеткісі келсе, енді ол тек рамазанда емес, кімде кім бір мәселе шешілмей жүрсе, немесе бәле жаладан құтылудың ең үлкен шеберлігі ол садақа беру. Күнде беру. Одан кейін бір лайфхакпен бөлісейін енді. Жалпы мен өзім ойлаймын, мен өмірде жетістікке жетуіме бір дүниелік деп айтайыншы, материалдық, материалдық нәрсеге жетуіме әсер еткен де осы Рамазан болды. Мен Рамазанның бір айында, енді мүмкіндігінше 30 күн болмауы мүмкін, бірақ бір 22 күн, 25 күнін үзбей үйге қонақ шақырдым. Ауызашар жасадым. Күнде бір жеке шақырдым, достарымды басқа. Сол Рамазаннан кейінгі айларда мен бір материалдық нереальный рекордтар жасадым. Өмірде үлкен бір марафондар болды, үлкен эксперттер келе бастады деген сияқты. Сондықтан маған мен өмірімде сондай бір лайфхак, мен сосын айтамын, егер байың келсе Рамазанда ауызашар бере бер деймін де. Мүмкіндік болса күнде бер. Енді мүмкіндік жоқ болса соңғы 10 күн бер. Хотя басындағы 10 күн бер деген сияқты. Осындай. Сондықтан егер мұсылман жандар болса, ұстаған оразалары, Рамазандар қабыл болсын. Рамазаннан Рамазанға аман есен жетейік, дұға тілектеріміз қабыл болсын. Бір-бірімізге мейірімді болайық, бір-бірімізге кешірімді болайық, бір-бірімізге көркем болайық, және көбірек садақа берейік. Бай қуатты қазақтар көп болсын деп ойлаймын енді. Сол кемелденген. Бағана сіз айтпақшы, 1 миллионды айына жеңіл табатын қазақтар көп болсын да. Қай саладан болмасын. Рахмет. Егер біздің YouTube каналымыздағы айтқан ойларымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған Арслан Тойлыбай және Тайыр Нұғман. Рахмет.